Сократ хакимнің сөзі. Бір күні Сократ хаким бір Аристодем деген ғалым шәкіртіне Құдай Тәбәрәка ва Тағалаға құлшылық қылмақ турасына айтқан сөзі. Ол өзі құлшылық қылғандарға күлуші еді. Ей Аристодем, ешбір адам бар ма, сенің білуіңше, қылған өнерлері себепті адам таңырқауға лайықты дейді. Ол айтты. Толып жатыр Хазірет, бірінің атын аташ дейді. Гомерге бәйітшіліктегі себепті, Софокльге трагедиясы себепті, яғни біреудің сипатына түспектік. Зевсиске суретшілігі себепті таңырқаймын деп, соған ұқсас неше онан басқа өнерлері әшкере болған жандарды айтты. Олай болса, кім артықша ғажайыбланмауға лайықты, жансыз, ақылсыз, құр пішінді жасайтұғын суретші ме, я жан иесі, ақыл иесі адамды жаратушы ма дейді. Соңғысы лайықты дейді. Бірақ ол жаратушы жаратты. Өздігінен кез келіп, солай болып кетпей, басынан біліп істеген хикметімен болса дейді. Жа пайдалы нәрсе дүниеде көп. Бірінің пайдасы көрініп, білініп тұрады, ал кейбірінің пайдасы анық білінбейді. Соның қайсың хикмет көресің дейді. Әрине, әшкере пайдаға бола жаратылғанын хикмет десек керек деймін дейді. Жа, олай болса, адамды жаратушы Хауаси Хамса Захри бергенде тахқиқ ойлап, олардың пайдасының барлығы түгел оған мұқтаж боларлығын біліп, бергендігі әшкере тұр ғой. Әуелі көзді көрсін деп беріпті. Егер көз жоқ болса, дүниедегі көрікті нәрселердің көркінен қайтып ләззат алар едік. Ол көз өзі нәзік болған себепті. Керегіне қарай ашып, жауып тұру үшін қабақ беріпті. Желден, ұшқыннан қаға берсін болу үшін кірпік беріпті. Маңдай теріні көзден қағып тұруға керек болғандығынан, басқа тағы керегі бар қылып қас беріпті. Құлақ болмаса, не қаңғыр, не дүңгір, жақсы үн, ән, күй, ешбірінен ләззат ала алмас едік. Мұрын ес білмесе, дүниеде болған жақсы еске ғашық болмақ, жаман естен қашық болмақты қолымыздан келмес еді. Таңдай, тіл, дәм білмесе, дүниеде не тәтті, не қатты, не дәмдінің қайсынан ләззат алар едік. Бұлардың бәрі біздің пайдамыз емес пе? Көзді, мұрынды мұндай ауызға жақын жаратыпты. Ішіп жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп ішіп жесін деп. Бізге керегі болса да, жеркенерлік жер бар тесіктерді, бұл бастағы ғазиз білімді жерімізден алыс апарып тесіпті. Мұның бәрі хикметпен біліп, істелгендігіне дәлел емес пе депті. Сонда Аристодем тахқиқ ойлап тексергенде, адамды жаратушы артық хикмет иесі екендігіне һәм махаббатты бірлән жаратқандығына шүбәсі қалмады. Олай болғанда және не ойлайсың? Һәммә мақлұқтарды жас балаларына елжіретіп, үйірілтіп тұруын көргенде, уақ һәммә мақлұқаттың өлімін шек көріп, тіршілікте көп қалмақтығын тілеп, ижтихат қылуын көргенде, өсіп өнуінің қамда болудан басқа істі аз ойламақтары, бұлардың бәрі жұрт болсын, өссін, өнсін үшін. Солардың жаратқанда көңілдерін солайша ынтықтандырып қойғандығы, һәммінің бәрі жақсы көргендігінен екенін білдірмей ме дейін? Және, ей Аристодем, қалайша сен бір өзіңнен, яғни адамнан басқа да ақыл жоқ деп ойлайсың? Адамның денесі өзің жүрген жердің бір битімдей құмына ұқсас емес пе? Денеңде болған дымдар жердегі сулардың бір тамшысы емес пе? Жа, сен бұл ақылға қайдан ие болдың? Әрине, қайдан келсе де жан деген нәрсе келді де, сонан соң ие болдың. Бұл ғаламды көрдің, өлшеуіңе ақылың жетпейді. Келісті көрімдігіңе һәм қандай лайықты жарастықта законымен жаратылып, оның ешбірінің бұзылмайтығын көресің. Бұлардың бәріне таң ғажайып қаласың, һәм ақылың жетпейді. Осының бәрі де кез келгендікпен бір нәрседен жаралған ба, яки бұлардың есі бір өлшеусіз ұлы ақыл ма?
Егер ақыл менен болмаса, бұлайша бұл хисабына, өлшеуіне ой жетпейтіғын дүние әрбір түрлі керекке бола жаратылып, һәм біріне бірі себеппен байланыстырып, пәнденің ақылына өлшеу бермейтіғын мықты көркем законға қаратылып жатады дейді. Ол айтты: тахқиқ, бұл айтқаныңның бәрі рас. Жаратушы артық ақыл иесі екендігі мағлұм болды. Ол Құдайдың ұлықтығына іңкәрім жоқ. Бірақ сондай ұлық Құдай менің құлшылығыма не қылып мұқтаж болады деді. Аристотель, қат айтасың. Мұқтаж болмағанда да, біреу сенің қамыңды жесе, сенің оған қарыздар екендігіңе де ұстаз керек пе деді. Аристотель айтты: ол менің қамымды жейтұғын мен қайдан білем дейді. Олай болса, хамма мақұлыққа да қара, өзіңе де қара. Жанды бәрімізге де беріпті. Жанның жарығын бәрімізге де бірдей ұғарлық қылып беріп бе? Адам алдын, артын, һәм осы күнін үшеуін де тек сойлап тексереді. Хайуан артын осы күннен де болдыр біледі. Алдыңғы жағын тексермекке тіпті жоқ. Хайуанға берген денеге қара, адамға берген денеге қара. Адам екі аяғына басып тік тұрып дүниені тегіс көрмекке, тегіс тексермекке лайықты һәм өзге хайуандарды құлданарлық, пайдасын көрерлік лайығы бар. Хайуанның бір аяғына сеніп, бір қанатына сеніп жүріп, бір өзіндей хайуанда құлданарлық лайығы жоқ. Адам өзі өзіне сенбесе, адамды да хайуан секілді қылып жаратса, еш нәрсеге жарамас еді. Хайуанға сұлтан болуға ғана лайығы бар. Хайуанға адамның ақылын берсе, мұнша шеберлік, мұнша дарқарлық, бір-біріне қылым үйретерлік шешендік, салахият ол денеге лайықты келмейді. Қай өгіз шаһар жасап, құрал, неше түрлі сайман жасап, сыпайылық шеберліктің үдесінен шығарлық қисыны бар. Бірақ адам баласы болмаса, ол ғажайып ақылда, және ғажайыппен хам жасаған денеге кіргізіп, мұнша салахият есі қиғаны, хикметпенен өзге қайғыға сұлтан қылғандығына дәлел емес пе? Ол дәлел болса, адам баласын артық көріп, қамын әуелден Алланың өзі ойлап жасағанына да дәлел емес пе? Енді адам баласының құлшылық қылмаққа қарыздар екені мағлұм болмай ма?